Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 153-ші сабақты қарастырамыз. Нені үйренгенімізді тексереміз. Бірінші есепке назар аударайық. Есеп бойынша қалай өрнек құруға болатынын білемін және түсінемін дейді. Есептің шешуін өрнек түрінде шығар. Тікұшақ 2 сағатта 568 км ұшты. 1420 км ол қанша уақытта ұшып өтеді? Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Тікұшақ 568 км-ді 2 сағатта ұшқан екен. Ал 1 сағатта қанша километр ұшқанын тауып аламыз. Одан кейін барып, 1420 км-ді қанша уақытта ұшып өтетінін табамыз. Ол үшін 568-ді 2-ге бөліп, 1 сағатта қанша километр ұшып өтетінін тауып аламыз. Яғни 1 сағатта 284 км ұшып өтеді екен. Енді 1420-ны 284-ге бөлеміз, сонда 5 сағат болады. Яғни 1420 км-ді 5 сағатта ұшып өтеді екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі мен қырының ұзындығын табуға берілген есептерді шығара аламын және формулаларды қолданамын. Көлемі, ұзындығы және ені белгілі қораптың биіктігін тап дейді. Яғни кестенің А нұсқасына назар аударайық. Көлем белгілі 84 мың куб сантиметр, ұзындығы 70 сантиметр, ені 20 сантиметр, биіктігі белгісіз. Алдымен көлемнің формуласын жазып алайық. Көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. Ал енді биіктігін табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп, көлеміне бөлеміз. Яғни 70-ті 20-ға көбейтеміз, 1400 болады. Оны көлемге 84 мыңға бөлсек, 60 сантиметр. Яғни биіктігі 60 сантиметрге тең екен. Келесі А нұсқасына қарайық. Көлемі 360 куб дециметр, ұзындығы 8 дециметр, ені 5 дециметр, биіктігі белгісіз. Биіктігін табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп, көлеміне бөлеміз. Яғни 8-ді 5-ке көбейтеміз, 40 болады. Оны көлеміне 360-қа бөлсек, 9 болады. Яғни тікбұрышты параллелепипедтің биіктігі 9 дециметрге тең екен. Келесі Б нұсқасына назар аударайық. Тікбұрышты параллелепипедтің көлемі 720 мың куб сантиметр. Ұзындығы 90 сантиметр, ені 50 сантиметр, биіктігі белгісіз. Биіктігін табу үшін ұзындығы мен енін көбейтіп, көлеміне бөлеміз. Яғни 90-ды 50-ге көбейтеміз, 4500 болады. Оны көлеміне 720 мыңға бөлеміз, сонда 160 сантиметр. Яғни тікбұрышты параллелепипедтің биіктігі 160 сантиметрге тең екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепке талдау жүргізіп, оны әртүрлі арифметикалық тәсілмен шығарамын. Есепті 2 тәсілмен шығар дейді. 2 кеме бір айлақтан бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. 2 сағаттан кейін біреуі 52 км, ал екіншісі 48 км қашықтықта болды. 1 сағаттан кейін 2 кеме бір-бірінен қандай қашықтықта болды? Алдымен есептің қысқаша шартын жазып аламыз. Уақыт белгілі, яғни оны Т1 деп жазайық, 2 сағат, Т1 сағат. Бірінші кеменің жүріп өткен арақашықтығы 52 км, екінші кеменің жүріп өткен арақашықтығы 48 км. Енді бірінші кеменің жылдамдығын табамыз, екінші кеменің жылдамдығын табамыз. Одан кейін 1 сағаттан кейін 2 кеме бір-бірінен қандай қашықтықта болғанын табамыз. Ол үшін бірінші тәсілмен қарастырып көрейік. Бірінші кеменің жылдамдығын табу үшін бірінші кеменің арақашықтығын уақытқа бөлеміз. Яғни 52-ні 2 сағатқа бөлеміз, сонда бірінші кеменің жылдамдығы 26 км сағат. Енді екінші кеменің жылдамдығын табу үшін екінші кеменің жүріп өткен арақашықтығын уақытқа бөлеміз. Яғни 48-ге 2-ге бөлеміз, сонда екінші кеменің жылдамдығы 24 км сағат болады. Енді қашықтау жылдамдығын табамыз.
қашықтау жылдамдығын табу үшін B1-ге B2-ні қосамыз. Яғни бірінші кеменің жылдамдығына екінші кеменің жылдамдығын қосамыз. 26-ға 24-ті қосамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 50 км/сағатқа тең болады. Енді екі кеменің бір сағатта жүріп өткен арақашықтығын табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа бір сағатқа көбейтеміз. Яғни 50-ді бірге көбейтеміз. Сонда екі кеме бір сағатта 50 км арақашықтықты болады екен. Екінші тәсіл бойынша 52-ге 48-ді қосып, шыққан санды 2-ге бөліп, содан кейін бірге көбейтеміз. Сонда 50 км болады. Яғни бір сағаттан кейін екі кеме бір-бірінен 50 км қашықтықта болады екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепке теңдеу құра аламын. Есепті теңдеу құрып шығар дейді. Автосаяхатшылар бірінші күні 70 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат, ал екінші күні 60 км/сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрді. Олар барлығы 870 км жол жүрді. Автосаяхатшылар екінші күні қанша сағат жүрді дейді. Алдымен есептің қысқаша шартын жасап алайық. Бірінші күні автосаяхатшылар 70 км/сағат жылдамдықпен 5 сағат жүрген. Ал екінші күні 65 км/сағат жылдамдықпен бірнеше сағат жүрген, яғни уақыты белгісіз. Ендеше екінші күні жүрген уақытын X деп белгілеп қояйық. Екі күнде барлығы 870 км жол жүрген. Екінші күнгі қанша сағат жүргенін табамыз. Алдымен 70-ті 5-ге көбейтіп, автосаяхатшылардың бірінші күні жүрген жолын тауып аламыз. Оған қосамыз. 65-ті X-қа көбейтеміз. Себебі белгісіз екінші күні жүрген уақыты. Сондықтан оны X деп белгіледік. Сонда екі күнде 870 км жол жүрген екен. 70 көбейту 5 қосу 65 көбейту X тең 870 деп теңдеу құрып аламыз. 70-ті 5-ге көбейтсек 350 болады. Қосу 65 көбейту X тең 870. 65 көбейту X тең 870-тен 350-ді азайтамыз. Сонда 520 болады. Енді X-тің мәнін табу үшін 520-ны 52-ге бөлеміз. X-тің мәні 8-ге тең болады. Енді тексеріп көрейік. 70 көбейту 5 қосу 65 көбейту 8 тең 870. 870 тең 870-ге. Яғни автосаяхатшылар екінші күні 8 сағат жүрген екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есептердің дұрыс шығарылғандығын тексере аламын. Тексер дейді. Параллелепипедтің көлемі оның бөліктерінің көлемдерінің қосындысына тең бе? Алдымен бірінші суреттегі параллелепипедтің көлемін тауып алайық. Ұзындығы 9 см, ені 5 см, биіктігі 8 см. Яғни көлемін табу үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. 9 көбейту 5 көбейту 8 тең 360 куб сантиметр. Яғни бірінші суреттегі параллелепипедтің көлемі 360 куб сантиметрге тең екен. Енді екінші суреттегі оның бөліктерінің көлемін тауып алайық. Яғни бірінші жасыл түсті бөлігінің көлемін табамыз. Ол үшін ұзындығын, енін, биіктігін көбейтеміз. Яғни 7 сантиметрге 5 сантиметрді, оған 8 сантиметрді көбейтеміз. Сонда көлемі 280 куб сантиметрге тең болады. Енді қызыл бөлігінің көлемін табайық. Ол үшін биіктігін, енін және ұзындығын көбейтеміз. Яғни 2 көбейту 5 көбейту 8. Сонда қызыл бөліктің көлемі 80 куб сантиметрге тең болады. Енді екеуін бірге алғандағы көлемін табу үшін екеуінің көлемдерін бір-біріне қосамыз. Яғни жасыл түсті бөлігінің көлеміне 280 куб сантиметрге, қызыл түсті бөлігінің көлемін 80 куб сантиметрді қосамыз. Сонда 360 куб сантиметр екен. Яғни параллелепипедтің көлемі оның бөліктерінің көлемдерінің қосындысына тең екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұрады.